Біздің арнаға қош келдіңіздер. Ертегілер әлеміне бірге саяхат жасайық. Лайк басып, арнаға жазылып, жаңа видеоларды бірінші болып көріңіздер. Бұрында бір бай болыпты. Оның ауру әйелі және 3 қызы болған екен. Бір күні әйелі дүниеден қайтады. Біраз уақыттан кейін бай үйіне басқа әйелге үйленеді. Бұл әйел қатыгез адам болып шығады. Ол байдың қыздарын жек көреді. Бір күні өгей шешелері қыздарын шақырып алып, «Шырақтарым, бүгін сендер тоғайдан жеміс теріңдер», деп түбі тесік шелек береді. Қыздар, «Алақай, жеміс тереміз», деп қуанып тоғайға кетеді. Тоғайға келіп жеміс тере бастайды. Бірақ терген жемістері тесік шелектен түсіп қала береді. Сол себепті қыздар тоғайда көп жүріп қалады. Осы уақытта өгей шешелері әкесінің басын айналдырып, басқа жаққа көшіп кетеді. Кешке жақын қыздар әбден шаршап үйлеріне келсе, үй орнында жоқ болып шығыпты. Қыздар жылап-сылап үйдің орнына түнейді. Ертеңіне осы арадан бір айнаны, тарақты, инені тауып алады. Осыларды алып, қыздар жолға шығады. Келе жатып бір жылым үйге кезігеді. Осы жылым үйде жалмауыз кемпір тұрады екен. Қыздар үйге кіреді. Үйдің ішінде кішкентай қыз отыр екен. Қыздар одан, «Үйдің иесі қайда?» деп сұрапты. Сонда қыз, «Бұл үйдің иесі мен және менің шешем, жалмауыз кемпір», дейді. Қыздар қорқып қалады, бірақ басқа амалы болмағандықтан кешке дейін жалмауызды күтеді. Кешке жалмауыз үйіне келсе, үйде 3 қыз отыр екен. Қыздарды көріп, ол қуанып қалады. «Сендерді маған шайтан айдап әкелген шығар. Қызымыз екеуміз бір тоятын болдық, ал бүгінше жатып демалыңдар», деп оларға төсек салып береді. Кемпір ертеңіне аң аулауға шығып кетіп бара жатып қыздарға, «Маған кішкентайларыңды пісіріп қойыңдар, түсте қайтып келермін», дейді. Жалмауыз кемпір кеткен соң, қыздар кішкентай қызды өздерімен бірге алып қашады. Кемпір қайтып келсе, өзінің қызы да, үйде қалған 3 қыз да жоқ. Қатты ашуланған кемпір қыздарды қуа жөнеледі. Бір кезде қыздар артына қараса, жалмауыз кемпір жетіп қалған екен. Жалмауыз кемпірдің қызы осы уақыттың ішінде 3 қызға бауыр басып қалған еді. «Қыздар, менің шешем жетіп қалған кезде қолдарында не бар, соны артқа қарай лақтырыңдар. Сол кезде оның алдынан бөгет пайда болады», деп ақыл айтады ол. Қыздардың үлкені кішкентай қыздың сөзін ести сала тарақты тастапты. Ол үлкен тоғай болыпты. Екінші рет жете бергенде ортаншасы инесін тастайды. Ол биік тау болыпты. Одан да кемпір өтеді. Үшінші рет кішкентай қыз айнасын тастайды. Ол үлкен көл болады. Жалмауыз кемпір бұл көлден өте алмайды. Ол көлдің екінші жағалауында тұрған қыздардан, «Қыздар, сендер бұл көлдерден қалай өттіңдер?» деп сұрайды. Қыздар, «Мойнымызға тас байлап өттік», депті. Кемпір қыздардың сөзіне сеніп, тас байлап, суға түседі де батып кетеді. Ал қыздар аман-есен үйін тауып, әкесіне болған оқиғаны түгел баяндап береді. Әкесі қыздарына жасаған зұлымдығы үшін әйелін қуып жібереді. Жалмауыз кемпірдің қызын асырап алады. Осылай қыздар бірге тату-тәтті өмір сүреді.